Түлкі рухтарының елес әлемінде бұл жаратылыстар үнемі адам кейпіне еніп, біздің әлемге жан эликсирлерінің мәнін алу үшін келеді. Бұл оларды 8 құйрығы бар күшті түлкілерге немесе ең қалаулы түлкілерге айналдыра алады. Және олардың ішіндегі ең аңызы 9 құйрықты кюби. 1000 жылдан кейін, ақыры, елес жаратылыстардың біздің әлемге аты аңызға айналған ақ эликсирді іздейтін уақыты келді. Кюбиге үміткерлер адам әлеміне келу үшін жиналып жатқанда, Шизан, жартылай түлкі болғаны үшін, үнемі мазақ болатын рухты тауып алады. Жерде жатқан сынған шақыру тасы және оны рәсімге қатысу үшін пайдалануға тырысады. Алайда, қамқоршы мұны тез байқап, оны басқалардың көзінше қорлайды. Кіре алмаған жас жігіт жартастарға шығып, рәсімді жоғарыдан бақылай бастайды. Өз сөзін айтқаннан кейін, ең үлкені және қазіргі 9 құйрықты түлкі студенттерден көтеріліп, мистикалық каменге қол тигізуді сұрайды. Ол алақанында рухты білдіретін белгі қалдырады. Ол өзінің эликсирін қайдан табады? Бірақ нысан үміткерлерге жауап бермейді. Бұл біреудің жетіспейтінін көрсетеді. Бұл оның кюби болу мүмкіндігі болуы мүмкін деп сенген Шазан басқа студенттермен бірге каменге өз еркімен қол тигізді. Және ол бұралып, тастардың үстінен тайып кеткеннен кейін, ол әлі де қатты толқып, топтың қалған мүшелеріне қосылады. Ақыры қолын затқа қойғанда, ол реакция жасай бастайды. Және әрқайсының алақанында із қалдырады. Бірақ алақанына бір қараған жас жігіт оның ізі жоқ екенін түсінеді. Қандайда бір қателік болды деп ойлап, Шазан қолын қайтадан каменнің үстіне қояды. Бірақ бұл жолы оның қолын заттың ішіне сорып алады да, ақыры оны шығарып алған кезде, ол каменнің ізі жоқ екенін байқайды. Белгі толық емес болып шықты. Тек бір екі құлақ пайда болды. Кезекті сәтсіздігі үшін мазақ етілгеннен кейін, қиын тапсырманы орындауға көмектесу үшін көшбасшы оған жындар мен басқа құбыжықтарды өлтіруге қабілетті. Аңызға айналған пышақты береді. Бұл көмектен басқа Шазан ақсақал Ин-Усиден ұрлық жасайды. Ол өз иесіне көмектесу үшін оның ішінде данышпан рухы бар құрылғының бір түрі болып табылады. Шизанның рухтардың ішіндегі ең ақылдысы емес екенін біле тұра, ақсақал оны мазақ еткен күзетшіге өлгенше оны қорғау үшін оның соңынан еруді бұйырады, эликсирді табады. Адам әлемінде ешқашан адам тағамының дәмін татып көрмеген жас жігіт нағыз түлкі сияқты бүкіл тауықты жей бастайды. Шизан тамақтанып жатқанда, Ван Цзин есімді жас студент есегімен қаланы аралап, ер адамды іздеп жүр. Содан кейін ол Шизанға жақындап, үлкен ағасы Доранның портретін көрсетеді. Оны Шизан бір жерден көрді ме деп сұрайды. Тамақты тыныш аяқтағысы келген Шизан баланы қуып жіберіп, тамақ ішуді жалғастырады. Бірақ Викси оған өзінің мақсатын еске түсіреді және камен көрсеткен құлақтарды іздеуді бастау керектігін айтады. Бұл құлақтарды іздеу кезінде абдырап қалған рух апатқа ұшырап, есектерді жалға беретін шатырға құлап, жануарларды қорқытып, олардың қашып кетуіне себеп болды. Алайда, дүрбелең кезінде ол есек Ванды да қорқытты. Ол қорқып, оған қарай жүгірді. Содан кейін есек Вон қуған Шазанды қаладан алып кете бастады. Бірақ олар түлкі рухы жеп жатқан жердің жанынан өтіп бара жатқанда, Шазанды жаңа ғана емдеген жұмбақ бақсы бала шәкіртінің арқасына бір түрлі белгі қояды. Шазанды ұзақ қашықтыққа алып кеткеннен кейін, есек оны құлатып жіберді де, ол өз жолын әдеттегідей жалғастырды. Бірақ оны Вон қуып жетіп, жануарын қайтарып алғысы келді. Ұзақ қуғаннан кейін олар орманның ортасында адасып, шағын ғимарат тауып алып, онда тұруды шешті. Түнеңіз Вонпен сөйлесіп отырып, Шизан ақыры оның қолында таңбаланған құлақ есекке тиесілі болуы мүмкін екенін түсінеді. Сондықтан ол осы жерден Вонг оған жалғыз эликсирін сыйлайтын адам деген қорытындыға келеді. Студентпен байланысып, оны өзінің эликсирін беруге көндіруге тырысып, Шазан Вонгқа өзінің өмірі туралы айта бастайды. Ол баланың өте кедей ауылдан екенін және үкіметке кіру үшін корольдік емтихан тапсырғысы келетінін және осылайша адамдардың өмірін өзгерткісі келетінін біледі. Адамдар, бүкіл ауыл. Ұзақ әңгімеден кейін Ван ұйықтап қалады. Ал түнде Шизанға ақсақал жіберген қамқоршы рух келеді. Және есек аулауға уақыт жоғалтпау үшін жас жігіт өзінің қорғаушысын жануарға айналуға және осы уақытқа дейін сол күйінде қалуға көндіреді. Бұл сапардың соңы таң атқанда Ван Шазанның есегін қайтарып алғанын түсінеді және императорлық қалаға ұзақ сапарын жалғастыруды шешеді. Бірнеше шақырым жол жүріп, олар қонақ үйде тұрып, таң атқанша демалуды ұйғарады. Түнде сабақ ортасында ұйықтап қалған Ван қорқып оянып, досын іздей бастайды. Бірақ ол тапқан жалғыз нәрсе қоңырау шалған бір түрлі жергілікті қызметкер. Ол суды көрсетіп, өте күдікті күлкі шығарды. Кішкентай тоғандағы шағылысты бақылап отырғанда, жас жігіт бейтаныс адамның мүлде жоғалып кеткенін байқайды. Көп ұзамай алып, тіл оны суға тартып алады. Қарама-қарсы жаққа жеткенде, Ван балауыз үйіндісіне ұқсайтын мүлде сал болып қалған бірнеше мәйітті тапты. Осы қозғалыссыз адамдардың барлығын бақылап отырғанда, жас жігіт арқасынан жабысқақ бірдеңені сезеді де, артына қараса, оны балауыздың осы өлшеміне алып, мутант бақаға тартқан тілі екенін түсінеді. Қатты қорыққан Ванг қашып кетуге тырысады. Бірақ оның аяғын тіршілік иесінің тілі ұстап тұрады. Ол оны жерге құлатып, оны жұту үшін аузына қарай тарта бастайды. Бірақ кенеттен Шазан төбеден тікелей бақаға құлап түседі. Ол соққыға жығылған кезде құрбанын босатады. Арам пиғылды тіршілік иесінен құтылуға тырысқанда, рух оның тілін ұстап,
оны ағаш бағаналарға орап, бақамен нағыз арқан тартысты бастайды. Дау-дамай кезінде олар бағаналарды құлатып, шатырдың құлауына себеп болады. Оларды жұтуға тырысқанда, үлкен бақа көп мөлшерде ауа жинай бастайды. Содан кейін оларды үрлеп, қабырғаға лақтырып, сынықтарын жұптың бүйіріне лақтырады. Өкінішке орай, бұл зомбиге ұқсайтын адамдарды иммобилизациялайтын шырышты қабаттың жойылуына әкелді. Ақыры бостандыққа шыққаннан кейін, тіршілік иелері олардың соңынан еріп келе жатқанын түсініп, қабырғаның артына тығылып, мүмкіндігінше аз шу шығаруға тырысатын дуетті аулай бастайды. Бірақ жынды бақа тілін жылан сияқты пайдаланып, оларды тауып үлгереді. Бұл жабысқақ затты оның бетінен көргенде, Ван шошып кетеді де, айқайлай бастайды. Осылайша оның жасырынған жерінің орнын береді. Бұрышта қалып, олар өз өлшемдеріне оралу үшін суға қайта секіруге тырысады. Бірақ сұйықтықтың қазір толығымен желатинді екенін түсінеді. Сондықтан олар оны кесіп өте алмайды. Осы кезде зұлым бақа тағы да тілін пайдаланып, Шазанды ұстап алып, оны жәндік сияқты жеп қояды. Шошып кеткен Ван шарасыздықпен қаша бастайды да, шәкіртінің қашып кеткеніне сеніп, Шазан бақадан шығады. Ол көп ұзамай адам кейпіне енеді. Дұрыс, мұның бәрі әбігерге түсті. Жас студенттің сеніміне ие болғысы келген түлкінің рухы сүңгуір досынан Вангты құтқарған кейіпкер болу үшін осы сценарийді ойлап табуды және осылайша эликсирді оңай алуды сұрады. Бірақ бәрі дұрыс болмады. Бала ешқайда қашып кетпегені белгілі болды. Ол жай ғана досын құтқару үшін фонардағы жарылғыш заттарды алуға барды. Вонгтың қайтып келе жатқанын түсінгеннен кейін, сүңгуір адам қайтадан өзгеріп, Шижанды қайтадан жұтып қояды. Жолдасын құтқару үшін жас студент бақаның тілін алауымен жаға бастайды. Ал өзін қорғау үшін қасқыр айналасындағылардың бәрін қайтадан сора бастайды. Бірақ бұл жаман идея болды. Ақырында ол алауды жарылғыш заттарға сорып, оның ішінде нағыз жарылыс тудырып, Шазанды зеңбірек добындай лақтырып жібереді. Досына жақындағанда, Ван оның құйрығы мен ит құлақтары өте үлпілдек екенін байқайды. Жарақат оның түлкі пішінін ішінара белсендіреді. Шизонның бүкіл жоспары орындалмай қалғанда, гвардия араласуға бел буып, Ванның өмірлік маңызды нүктелерінің біріне соқты. Ол бірден есінен танып қалды. Барлығының есінен танып қалғанын растағаннан кейін, Гардион Спирит оларды қайыққа апарады. Ал Ван әлі де есінен Цанконгты қонақ үйде эликсирді алу үшін тұзақ бар екенін айтады. Ван оянғанда, түлкінің рухы жоспарды іске асырады, және олар императорлық қалаға келген бойда күзетші көрсеткен қонақ үйге барады. Алайда олар келген бойда қызметкерлер оқушыны бірден Инланның бөлмесіне сүйреп апарды. Бұл әйелдің шын мәнінде жаны Латоста қамалған елес екені белгілі болды, және ол адамдар әлемі мен түлкілер әлемі арасында еркін қозғала алатындықтан, ол адамдардың мәнін, демек, олардың эликсирін көру қабілетіне ие. Күзетші Ингланнан Вонгты азғырып, оның қандай эликсирі бар екенін көруді сұрайды. Жатын бөлмеде жас студент оның елес екенін білмей, алдында тұрған қызға ғашық болады. Кездесу кезінде ебедейсіз Ван өзін өзі кесіп тастайды. Ал Инлиян келіп, баланың арқасына қолын тигізгенде, бақсы қалдырған белгі кенеттен жанып, әйелді итеріп жібереді. Бұл жұмбақ емшінің елестерден қорғану үшін қойған белгісі екені анық. Оның міндеті тек оны азғыру және оның мәнін тексеру болса да, Инланда балаға ғашық болады. Егер ол империялық емтихан тапсыра алса, оған үйленуге уәде береді. Адамның денесінен эликсирді алып тастағанда, өлетінін білген қыз баланың мәнін көре алмадым деп Шазанға өтірік айтады. Инланның сәтсіздігі туралы білгеннен кейін, гвардия ашуланып, одан құтылу үшін жаны бар Латосты жаншып, оны жазалап, өмірін қиюға жақын қалды. Сүйіктісіне не болғанын елестетпей, Ван көптен күткен корольдік емтиханды тапсыруға барады. Бірақ емтихан кезінде Инлиян елес болып көрініп, Сидің жанын сөйлесу үшін денесінен шығарады. Содан кейін ол емтихан тапсыратын адамдардың мәнін жалмап жатқан тағы бір елес бар екенін, және бұл елес Ванның жанын жалмап кету үшін алып кеткенін айтады. Сонымен қатар, ол Ванның эликсирінің ақ түсті екенін айтып, мүмкіндікті пайдаланып, оны алуға болатынын айтты. Инлиян денесінен шыққаннан кейін, Шазан эликсирді мүлдем елемей, оны құтқару үшін Вонгқа барады. Алайда, елес ағасы Доранның кейпіне еніп, оларды түрмеге қамап үлгереді. Досын құтқаруға тырысқанда, түлкі рухы өзінің аңызға айналған қаруын түрмеден қашып құтылу үшін пайдаланады. Бірақ мұның бәрі тұзақ болып шығады. Содан кейін Доранның зұлым рухы Ван Цицинның жанын басқа жүздеген шәкірттердің жаны жұтылатын тазарту орнына сорып алады. Содан кейін Доранның елесі Ванның жанын сора бастайды. Бірақ баланың болмысына әсер етіп, оны жеуді тоқтатады. 10 жылдан астам уақыт бұрын Доран дәл осындай сынақтан өту үшін императорлық қалаға барып, бірнеше сәтсіздіктерден кейін өз өмірін қиюды шешкені белгілі болды. Осыдан кейін ол осы зұлым елеске айналды. Бірақ інісінің жан дүниесімен байланыста болғаннан кейін ол есіне түсіре бастады. Ол тірі кезінде және Вонгты қалай жақсы көретіні туралы айтқан. Сондықтан ол шабуылынан бас тартты. Бірақ ақырет өміріне аттанар алдында Доран інісіне оның денесіндегі жан эликсирін алу үшін оны қуып келе жатқан кәрі түлкіден сақ болуды бұйырады. Ағасының Шазан туралы айтқанына сеніп, Ванг адам әлеміне қайта оралып, Шазанға өзінің эликсирін оған ықыласпен беретінін айтады. Бірақ бұған дейін ол Инланға барып,
оған өзінің кім екенін білетіндігін көрсетіп, өзін жариялайды. Бұл елес. Жас жігіттің құмарлығынан қозғалған бойжеткен онымен бірге болуға келісіп, қашып кетуге бел буады. Бірақ оларды Шазан қуып жетеді. Оларды өлтіргісі келетініне сенген Инлан жас жігітке шабуыл жасай бастайды және оның денесін иемденіп, оны өз өмірін қиюға мәжбүрлейді. Бірақ ол досын қатты жақсы көретіндіктен, Ван өзінің эликсирін жеткізуге келіскенін айтып, оны кез келген жағдайда қорғауға тырысады. Ол содан кейін Инлиан түлкінің рухын тұншықтыра бастайды және сүйіктісіне біреуден эликсирді алу арқылы иесінің ақыры өлетінін айтады. Өмірінен айырылу. Инлиан Шазанды өлтірмекші болғанда, оның артында бақа адам пайда болып, досын құтқару үшін ақсақалдың қанжарын оның асқазанына қадады. Алайда, бұл қарулардың тіпті жындарды да жоя алатындай күшті әсері бар болғандықтан, қыз ақыры өз өмірін қиып, ақыры жердегі түрмесінен босатылады. Сүйіктісінің жоғалуына және ең жақын досының өтірігіне қатты ашуланған Ван қарсылық көрсетуден бас тартқан Шизанды ұра бастайды. Осыншама шатасудан кейін түлкінің рухы бәрі үшін кешірім сұрайды және оның өмірін қию үшін қанжарды пайдаланады. Бірақ пышақ оның денесіне тигенде, ол шаңға түседі. Ванның арқасына қорғаныш мөрін қойған бақсы оны рух өлшеміне қайтарады. Шизанмен қайта кездескеннен кейін, ақсақал оны тағдырын орындауға және қаншалықты ауыр болса да эликсирді қабылдауға көндіре бастайды және қиын әңгімеден кейін бала адам әлеміне оралуды шешеді. Ол жерден Вонгты бамбук орманының ортасынан табады. Содан кейін ол өтірік айтқаны үшін кешірім сұрай бастайды. Бірақ бала ақсақалдың қанжарымен өмірін қиып, оған эликсирін береді. Бұл оның Шазан емес, күзетші екенін түсінбейді. Нағыз Шазан орманға келгенде, оның ең жақын досының денесін қоқыс дорбасы сияқты алып кетіп бара жатқанын көреді. Ал шын мәнінде қараңғы болған эликсирі ішінде ештеңе жоқ сияқты жерге лақтырылады. Бұл көріністі көрген жас рух ашуланып, күзетшіге қарай ұмтылды. Ол жай ғана шәкірт болғандықтан, Шазанның мүмкіндігі жоқ және қатты соққыға жығылады. Бірақ күзетшінің Ванның өлімін мазақ етіп жатқанын көргенде, ол толық қайтару режиміне өтіп, оны бере бастайды. Жау нағыз жеңіліске ұшырайды. Бірақ күзетші алты құйрықты түлкінің кейпіне енгенде, шайқас тез өзгереді. Мүлде қолайсыз жағдайға тап болған кезде, Шазан тістеп алып, бөлшектеніп кете жаздаумен қатар, көп соққыға жығылады. Төбелесті тоқтатқысы келген Шардязанның денесін шынымен де үлкен биіктіктен лақтырып, кеудесін құйрықтарының бірімен тесіп, жақын арада өлетініне сенімді болып, оны тастап кетеді. Өліп, ол рухтар әлеміне қайта оралады. Өмір Шизеннің денесінен кеткелі тұрған кезде, ол Вонгпен өткізген уақытын есіне түсіре бастайды және қараңғы эликсирге қолын тигізеді. Бірақ ол жасаған кезде оның мәні ағара бастайды және оның денесінен жарқын жарық шыға бастайды. Ол ақыры 9 құйрықты түлкіге айналды. Енді толығымен кюбиге айналған Шазан кек алу үшін өзін күзетшіге найзағай жылдамдығымен лақтырып, бетін тырнап алады. 6 құйрықты түлкі тіпті қарсы шабуылға шығуға тырысады. Бірақ Шазан берсерк режимінде өзін қорғай алады. Айналасында таза рухани қуат аурасын жасайды және күшті соққы береді. Күзетшіге соққы береді. Бұған қанағаттанбаған Шазан күзетшіге қарай секіріп, оның бір құйрығын жұлып алады. Содан кейін оны қайтадан жерге лақтырады. Оның бірде-бір мүмкіндігі жоқ екенін түсінген 6 құйрықты түлкі тіпті қашуға тырысады. Бірақ оның басы жәндік сияқты жаншылып қалады. Ол күзетшінің өмірін қиғалы жатқанда, Шазан Вонгты есіне алып, жауының қашып кетуіне жол бермек болды. Басынан өткерген барлық нәрселерден кейін Шазан өзінің ең жақын досының өмірі маңыздырақ деген қорытындыға келеді және ақ эликсирді беру үшін құдайлармен келісім жасасуды, сондай ақ оны қайтару үшін өз өмірін шешеді. Ол дұға оқып, күшін бергеннен кейін, ол кішкентай бір құйрықты Шантерелланың пішінін алды. Ши құрбандыққа шалынғаннан кейін, біраз уақыттан кейін, Ван өзінің корольдік емтихан тапсырғанын біледі. Бірақ империяның шенеунігі болу идеясынан бас тартып, ауылына қайтып оралды. Оның әжесі, бірақ ол серігімен бірге жасаған сапарын есіне түсірмейді. Бір күні Ван орманда серуендеп келе жатып, қатты жараланған кішкентай түлкіні кездестірді. Ол онымен бірден байланыс орнатты. Жануарға қамқорлық жасап, оны өз үйінде қалдыруды ұйғарған жас шәкірт, оның есімін Шазан деп қойып, үйіне алып кетті. 9 құйрықты түлкі туралы аңызға айналған ертегі осылай аяқталады. Сонымен, бұл фильм туралы не ойлайсыз? Оны төмендегі түсініктемелерде қалдырыңыз. Ал егер сізге видео ұнаса, лайк басып, жазылыңыз. Сондықтан жаңа фильм шолуларын жіберіп алмаңыз. Келесі кездескенше